Дүниежүзілік түркі тілдері күніне орай журналистика факультетінде дөңгелек үстел өтті. Қандай маңызды тақырыптар талқыланды, студенттерге пайдасы бар ма? Оны мен Асылзат Әлімқызы айтамын. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен жаһандану дәуіріндегі түркі тілдес медианың даму келешегі атты ғылыми-практикалық дөңгелек үстелге оқытушы ғалымдар мен талапты тәлімгерлер қатысты. Олар ашық әңгіме алаңын құрып, ой бөлісті. Журналистика факультетінде өте маңызды шара өтті. Жалпы Әзербайжаннан, Түркиядан және Қазақстаннан көптеген ғалымдар, осы журналистика саласында жүрген мамандар, сонымен қатар докторанттар қатысып, жалпы түрік тілдерінің болашағы, проблемасы, түрік елдерінің интеграциясы, ортақ ақпараттық кеңістік қалыптастыруға қатысты мазмұнды ойларын ортаға салып, көптеген құнды деректер, қызықты мәліметтер алдық. Мұндай шаралар алдағы уақытта да ұйымдастырылып тұру керек деп ойлаймын. Өзбекстанның Самарқан қаласында өткен Біріккен ұлттар ұйымының білім, ғылым және мәдениет ұйымы ЮНЕСКО-ның 43-ші бас конференциясында 15 желтоқсан түркі тілдері отбасының дүниежүзілік күні деп жарияланған. Сол себепті бүгін әлемнің әр қиырында осындай мәдени шаралар ұйымдастырылды. 13 мемлекеттеріміз осы шетелдік студенттеріміз бар. 200-ге тарта студенттеріміз 13 мемлекеттен келген. 13 елді тек қана түркі тілдес мемлекеттер емес, арғы алыс жердегі Африка мемлекеттерінен, мысалы Нигериядан, Йемен. Түркі тілді халықтарды жақындастыратын бір белгі байырғы түркі таңбасы. Бұл журналистика факультетінің аға оқытушысы Нұрлан Асқарұлының орамды ойы. Ол бүгін осы жазуды жастарға үйретудің маңызына тоқталды. Жаңа біздің осы түрік тілі дөңгелек үстелінде жиынында өте маңызды бір тақырып талқыланды. Ол руника жазба бойынша біздің әріптесіміз Нұрлан Наурызалиевтің жақсы бір пікірі ойға қонымды болды. Өйткені мен өзім Монғолияның тумасымын, сонда туып өстім. Ал қазіргі таңда да мектеп жасынан бастап біз Монғолияның ескі жазбасын үйрендік, бәріміз білеміз. Мүмкін қазіргі таңда қолданысқа қатты қолданбасақ та, оны оқып жаза аламыз. Өйткені ескі тарихи жазбаларды тікелей өзіміз оқи аламыз. Сондай сауат ашатын бір өте маңызды құрал ретінде қолданып жүрміз. Халықаралық дөңгелек үстелге белгілі ғалымдар онлайн қосылып пікір білдірді. Шарапатты шараға қатысқан ғалымдар мен білімгерлер мағыналы әңгіме мен тың тұжырымдарды тыңдап ой түйді. Сондықтан ұйымдастырушылар 15 желтоқсан күні түркі тілдері күніне арналған дөңгелек үстел өткізуді дәстүрге айналдырмақ ниетте. Асылзат Әлімқызы, Қуаныш Жанболатұлы, Алматы.